Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Ал біз сіздерге бүгінгі жаңалықтарды жеткізуді жалғастырамыз. Астанада алғаш рет супер әже байқауы өтті. Конкурста 63 жастан 76 жасқа дейінгі 10 зейнеткер бақ сынады. Әжелер визит карточкасы, таланттар мен аспаздық шеберлік байқауына, сондай-ақ дефиле шоуына қатысты. Таланттар байқауында қатысушылар халық биін билеп, вокалдық шеберлігін көрсетіп, авторлық өлеңін айтты. Байқау қорытындысы бойынша 50 жылдық тәжірибесі бар мұғалім, ансамбль әншісі Күлпаш Қалқабекова жеңімпаз атанды. Оған тәжбен 100 000 теңгелік сертификат тапсырылды. Жеңімпаз әже 76 жаста, 6 немересі бар. Ұйымдастырушылар мен қатысушыларға осындай байқау үшін көп рахмет. Мен оларға жеңімпазды таңдау қиын болғанын білемін. Біз бәріміз белсенді, көңілді әйелдерміз. Мысалы, мен қазір ансамбльде ән айтамын, би үйірмесіне барамын. Мен барлық ата-әжені үйде отырмауға және өмір сүруге шақырамын, деді Күлпаш Қалқабекова. Байқауға қатысқан барлық әжеге номинация берілді. Біз де өз командамыз атынан байқауда қатысқан әжелерді өз алған номинациялары бойынша құттықтаймыз. Сіздер де бір ғана лайк түймесін басып, әжелерімізді қолдап қойыңыз.